Never thought of any reason, a doubt about us, and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I think that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy, take it easy. That I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy. Сәлем достар, мен жаңа влогыма қош келдіңіздер. Сіздерменен қайта көріскеніме өте қатты қуаныштымын. Өйткені влог түсірмеген өте көп уақыт өткен болатын. Өзім вообще влог түсіруге қиналсам да өзім түсіре алмадым, білмеймін екен. Қазір вот күніміз басталды. Сіздерге осындай музыкалық менің таңымды, қысқаша таңымды көрген ұнады деп ойлаймын. Қазір мен енді бүгін блокнотқа мен пландарын жазамын. Сол блокнотқа пландарымды бір қарап шығу керек. Ұмытып қалмайтындай штоп заттарды. И уже күнімізді бастаймыз. Негізінде күнімізді бастаймыз дегенде уж күн баяда басталып кеткен. Мен кеш тұрып жатырмын. Қайтан өзімнің ерте тұратын нәрсемді, привычкамды жоғалтып алдым. Қазір қайтан кеш тұрамын. Және де мен өмірімде өте көп жаңалықтар болып жатыр. Сондықтан осы влогта барлығын қысқаша сіздерге айтып үлгеремін деген ойдамын. Ал менің инстаграмға жазушыларым ол жаңалықтарым жайлы барлығын біледі. Мен бағанадан бері сериал көрдім, плюс мен өте қатты қуанып тұрмын. Сіздермен бөлісейін сол қуанышыменен. Бүгін мен өзімнің косметика магазин бар екен, жалпы сіздер білесіздер. Сол косметика магазиннің қасына бижутерияны қосып жатырмын. Көп адам сұраған болатын, бижутерияны қосшы деп. Және мен оған өте қатты қуандым, өйткені мен өзіме де бижутерия әртүрлі әшекейлер таққан ұнайтын, сіздер білесіздер. Менде олар болса көп. Мен де сол сіздер де таңдасын, сіздер де тақсын деген ниетпенен өзім косметика магазиніне бижутерияларды қостым. Соларды, короче, суретін дұрыстап барлығын жаңағы магазинға салып, сұрақтарға жауап беріп, сондай менен 3-4 сағатым кетті. Ол бүйтіп оңай жұмыс болып көрінгенменен ол да оңай емес. Сіздерге де бірнешеуін көрсетейін, және де бағаларын просто самый арзан қылдырып қоюға тырыстым. Так, мысалы, міне өте әдемі не бар. Раньше қандай әдемі, и 1500 теңге. Басқа сіздерге де магазинет қарап көрсеңіздер, инстаграмдағы өте қымбат реально так бағалары. Қазір салафан ашпай қойын, былай көрсете берейін. Мен көбінесе жемчугпен таңдадым. Мында жемчугта бар, прям жұлдыздар сияқты. Анау 2000 осындай бар. Анау құлақта өте әдемі тұрады. Мен қазір ерініп тұрмын да барлығын. Суретке де түсіретін боламын инстаграмға салған кезінде. Құлақта да қалай тұратын. Осындай бар колечкалар. Вот осының барлығын реттеп, сұрақтарға жауап беріп седім. Егер де сіздерге қызық болғанса, менің магазиніма ссылка комментарийда болады. Бассаңыздар, сразу менің магазин өтетін боласыздар. Наверное, осы 1-2 күннің ішінде өзіме де, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін адамда қалай болатын. Бүйтіп өзіме тағып, суретке де әдемі суреттер түсіруге тырысамын. Вот сондықтан да, ал енді осылардың бәрін бітіп, менің күнім бітті, мен тренировкаға кеттім. Достар, мен сүйек тренировкаға келіп жатырмын. Фитнесіме, залыма, спорт залыма, қалай айтқан дұрыс білмеймін. Бүгін көрсетемін сіздерге. Все, мен тренировкам бітейін қалды уже. Аяқтарым да істемей қалды. Кішкене көрсетіп шығайын. Мен бүгін кеш келгендіктен ол жақта суретке түсірмей сразу жүгіріп тренировкаға кіріп кетіппін. Мен уже шықтым, қараңыздар, басым қандай су, күнде осындай су болып шығамын. Бетім қызарып тұрып, кстати, мен формам. Инстаграмдалар уже мыңыншы рет көрген шығар, но ютубта әлі ешкім көрмеді. Вот менде бүгін 40 минут жүрдім, оның 10 минуты жүгіріп, 30 минуты жүрдім. Және де неге
жамбасқа тренировка болды. Кстати, сіздерге осы жерде айтып кетейін, мен күнде инстаграмда өзім тренировкалармен бөлісіп отырамын. Свайп арқылы яғни қандай тренировканы жасаймын, соны сторисқа бөлісемін, жасағысы келетіндер жасайды. Сондықтан, если сіздерге де керек болса, инстаграмға тіркеліп қойыңыздар. Прямая ссылка с комментарийда болады, барлығы тегін 30 желтоқсанға дейін. Неге өйткенімді қазір кішкене кейінірек айтып берермін. Все, достар, тренировкадан келдім, өліп тұрмын, как будто жаяу келгендей. Вообще шаршап тұрмын, ужасно. Комнатымда, как обычно, нетіп жатыр. Мен андай неге сумкаға алып барамын, заттарымды салып. Қазір үшін тоже босату керек. Не бар екені қызық болса. Су, наушник, полотенце. Кошелек бар еще и этот, жаңағы тренировка жасаған футболка и кроссовки. Қазір ойланып тұрмын, если мен күшім жетсе, видео түсіріп тастау керек еді, негізі. Ой, сейчас курткамды шешіп алайын. Қазір енді, если мен шамам жетіп жатса, негізінде видео түсіру керек, енді көреміз қазір. Достар, все-таки мені еріншектігім шаршағаным шен кетті. Мен бағанан бері жаттым, нетіп. Сериалымды бітірдім, кстати, «Убийца» деген сериал көрген болатын. Осы бір аптама, 2 аптама біттім. Просто сондай күшті сериал, каждый сезоны сайын қызық бола береді. 4 сезоны болады. Мен всегда оны тренировка барғанда жүгіргенде көретін. Соны бітірдім, прям жынды сериал енді. Және бүгін қазір кино көрейін деп шештім. «Линкольн для адвоката» деген соны қазір көріп жатырмын. Уже 2 сағаттық кино екен, 1 сағатын көріп біттім. Осындай адвокатура, прокуратура, сот деген сияқты кино сериалдар жақсы көремін, кітаптарды жақсы көремін, байқасаңыздар. Білмеймін, маған сондай ұнайды, прям жаңағыда мықты прям адвокат туралы кино екен. Прям мықты адвокат қандай жазасы қандай болса да алып шығады екен. Соны қарап өзіңе керек жерлерін алып аласың. Өзімен болашақ маған керек болғандықтан сол. Қазір сөйтіп жазып баламды көріп жатырмын. Менің итімменен бірге. И, кстати, мен сіздерге айтайын дегенім, сіздер алдыңғы влогта көрсеңіздер, мен чек-листтар, трекер, приветчик деген нәрселер көрсеткен болатынмын. Және де 31 күні мен өзім сторисында сіздермен бірге челлендж жариялаған болатынмын. Челлендж болғанда мен, яғни 31 ноябрьдан 31 декабрьға дейін, бір айдың ішінде, 30 күннің ішінде мен минус 10 килограммға арықтаймын деген челлендж тастаған болатынмын. Өзіме вызов. Егер де арықтамасам, мен 3 адамды таңдап, 3 адамға мен бірінші орынға кольцевая лампа видео түсіретін, потом beauty box өзімнің магазинімнан и кітап сыйлаймын деген болатынмын. Және де менімен бірге кімдер істейді, солардың арасында. Және де күнде өзім тренировкаларымды салып отырамын деген болатынмын. Уже бүгін 11-12 күн жақсы келатыр барлығы. Қазір мен сізге чек-листі көрсетейін. Так, мінекей чек-лист. 30 күні басатын. Бірінші күн ойлағанмы бүйтіп бойым деп, бірақ ол өте ұзақ уақыт алады екен. Сонда просто неткет, мына 30-ы, 1-і, 2-сі, 3-і, 4-і, 5-і, 6-сы, 7-сі, 9-ы, бүгін 10-шы күн екен. Так, дұрыс па, дұрыс емес па? Короче, 10-шы күн. Қазір белгілейік. Неде күнде мен сторисқа, менің стористарымның соңы, күннің соңында осындайды белгілеуменен аяқталатын. Бүгін влогта белгіледім. Негізінде өте күшті сезім, когда бір қарайсаң, просто қағазда, но бұл какой-то бір азарт сияқты да, сен күнде күннің соңында птичкамен істейсің, соны ойлаудың арқасында птичкамен істеу үшін күніңді сондай пайдалы, сондай қызықты, күшті өткізгенді, привычкаларында, әдеттерінді жасауға тырысасың да. Сондықтан да трекер привычек реально жұмыс істейтін нәрсе екен оказывается. Ана жаққа мен пландарым жасам бағана айтқанда, сондықтан давайте бүгін қазір не істедім, соларға птичка қойып шығайық. Бірінші менде күнімнің басында вес деп тұрады, яғни мен күнде весім өлшеуге ұмыт кетпес үшін, минус болу үшін мен всегда оны жас қоямын, мен птичка қоямыз. Каша и витамины. Ертесі мен каша ішкен жоқпын, каша істегім келген жоқ, жегім келген жоқ, сондықтан да сызықша қоямыз, бірақ витаминдарымды іштім. Начать влог түсіріп бастадым. Кстати, мен маған орысша жазған ыңғайлырақ. Сондықтан мен орысша жазамын, утренние сторисы түсірдім. Так, мынаны жазған жоқпын. Рубежка тапсырдым.
видео түсірген жоқпын өкінішке орай. Так, бижутериялар новый бизнесім туралы айттым. Заказды жібердік почтаға, оны сіздер көрмей қалдыңыздар. Так, мен ойлаған бүгін сессияға дайындалам деп, бірақ сессияға дайындалған жоқпын. Фитнеске барып келдім. Монтаж жасаған жоқпын, өйткені видео түсірген жоқпын. Сторис, бүгін мен, кстати, сториста достарыма сұрақ қойған болатын, соны да істедім. Тащи көп нәрсе істеппін. Все, ұйықтай ойыншықтарымды алып төсекті салайық, ұйықтайық. Сумканы әдей алмайым, чтобы күнде тренировкаға барам. Сол үшін. Кстати, алдын влогда айтқан едім, мен новый люстраны көрсем, вот осындай люстра алған болатымын. Комнатым осының әсерінен жап-жарық болып тұр қазір. Бұрынғы влогтарға қарағанда мен осыны өзім таңдап алдым, маған ұнайды. Әдемі бір күшті, необычный сияқты, білмеймін осы. Бірақ не слишком төмен, сол жаман. Кстати, мен осыны очкиімді жағып ұйықтаймын. Былай, короче, ақ болады. Былай жақсаңыздар, әртүрлі болады, бірақ бұл ұйқыны бұзады. Сондықтан мен просто ақпен ұйықтаймын. Аспанда типа осындайлар болып тұрады. Однаға қарай қоям кішкене. Қатты жарық емес, нормально. Мінеки көріңіздер ма, түнде жанып тұрады, қатты жарық емес. Все, ұйықтауға кеттім, қайырлы. Достар, қайырлы таң. Бүгін что-то какая-то убитая болып тұрдым. Тұра алмай жатырмын, точнее, жатып өзім рубежкамды тапсырып біттім. Соңғы рубежкамды. Прям такой оңай сабақтан болатын. Енді барлық сессияларымды осылай тапсыру бұйырсын. Сөйтіп, әреңде тұра алмай жатырмын, тұру керек негізі. Сағат уже 2 болды. Тура. Мен әлі жатыр, бұл жұбауға сабаған оқып бітті. Овсянка менде, и даже сухофрукты, и орехи. Овсянкаға мен көргендеріңіздей қант қоспаймын. Мен қантты мындай курагамен или құрмаменен алмастырамын. Астарыңыз дәмді болсын. Мен ар жақта ерініп беріп, наконец-то видео түсіруге оттым. Барлық неден алып келдім. Косметикаларымды қазір түрімді ретке келтіріп алайын видео үшін. Өйткені кадрда по-любому свет қосылады и барлық ужаснылар көрінеді. Қатты ужасно болса да түрім қазір. Айнан сортуге ұмытып кете беремін каждый раз. Все, қазір просто. Еще мен тоналка қазір. Бұрында да қолданбайтын, особо қатты BB крем, тоналка ештеңке қолданбаймын. Қазір мынау кушон деген үйреніп алдым. Күшті нәрсе екен, оказывается, кушон деген. Вот, соны қолданамын. Сіздерге де советую. Просто кушон деген пудраменен тоналканың қосындысы. Вот қазір көремін көзін бояйма, боямайма. Если что, кадрда әдемі көру үшін кішкене көзін бояп алуға да болатын еді. Көреміз қазір қаншалықты ерінбейтінімді. Достар, қазір көрсетемін. Не шыққан, брата күлмеңіздер, хорошо? Мінеки осылай шықтым. Білмеймін, резко көзімді де боям кетті. Көзімді де боядым. Идеальный емес, әрине, еткен мен вообще бояна алмаймын негізінде. Вот, нейромотиватор анау айна бар ғой. Все, дайынмын енді видео түсіру бесе болады. Шашымды қазір кішкене жөндеймін. Қалай ойлайсыздар, нормально шықты ма, нормально емес па? Вот, не цветпенен көзін боядым. Еще навру типа стрелкаларды көріп тұрсыздар ма? Соларды мынандай немен боядым, қара цветпенен. Менде подводка да бар да, бірақ та ондай менен былай шықпайды. Мен күшті боян үйренгенде боянатын болам. Мынаның ішін қарап едім. Мынау таппай жүрген резинкам тауып алдым, осының үйдің бәрінен іздеп жүрдім ғой мен Алматыдан келгелі. Енді мына сырғамды да біреуін таптым да, біреу қайда кетті деп үйдің бәрін ақтарып жүрсем, мынаның ішінде екен, оказывается, осының үшін көбірек қарап тұру керек. Мен подводкам, блин, қазір. Осындай подводка бар, мен магазиннан да бар, алсаңыздар болады, если что. Все, барлығын жинастырайық, алып қойын. Қазір видео түсіруді бастаймыз.
Так, бүгінгі видеоға осы кофтаны киетін болдым. Негізінен мен қазір кітаптар жайлы видео түсірейін деп жатқанмын. Мынандай көзімді не үшін өйтіп бояғанын білмеймін. Бірақ боям кетті. Зато айнаға келіп минут сайын қарап, қандай красоткамын деп жатырмын. Ужасно боясам да. Вот, и мен қазір білмей тұрмын, шашымды жайған дұрыс па? Или вот так вот жинап қойған дұрыс па? Білмеймін. Вот, шашымды осылай жинадым. Қалай ойлайсыздар сіздер? Бағанағыдай шашым жайылып тұрған жақсы ма? Или осылай жинап қойған жақсы ма? Енді уже видео түсіргенше мен уже шешіп қоям. Қазір біраз сферада жазып кетіңіздер, чтоб мен білетіндей. Осылай или шашым жайған. Киім, макияж, украшениені біттігенді барлығын қоя бастайық орнына. Аналарды алып тастаймыз. Өйткені мен қазір камераны қою керек. Қалай еді? Так, ұмытып қалдым. Вот так вот. Кстати, менде лампам көп блогерлердікіндей емес, менікі басқаша қарасаңыздар. И менде именно лампа емес, мынау штатив, қымбат штатив, өйткені бұл камераларға арналған штатив, үлкен кәдімгі андай огромный камераларды қоюға болатын штатив именно мықтырақ, чем лампадан гөрі. Лампа, конечно, слабоватая, өйткені несі кішкентай, жарық аздырақ береді. Сондықтан мен, наверное, ойлап жүрмін сол не алсам ғой деп, жаңа лампа жайлы. Но пока что мынаудан нормально. Ойбай, не болып қалды. Вот. Қазір тырнақтармен, конечно, вроде нормально орныққан сияқты. Так. Сіздер типа бэкстейдж көріп атсыздар. Қоқамайым анау. Вроде нормально тұрған сияқты. Бірақ енді қазір светтің проблемасын қалай шешетін білмеймін. Надеюсь, кадрда нормально болады шығар, освещение деп ойлап тұрмын. Қазір қойып алайын. Мынаны кішкене көтеру керек. Точнее, ұзын қылдыру керек, штативті, өйткені камера слишком төмен болып тұр. О, міне уже другое делайтыңыздар. Қазір енді қосамыз. Камераны қосайық енді. Вот, қараңыздар қандай қазір менде сурет болады, фокус. Қазір, ой, қатты ананы байлап нетпеппін ғой, дұрыстамаппын. Бос тұрын аяғым. Маған өстіп көрім тұрады, пока что маған көрсете тұрайық, чтоб көру үшін. Қандай режимді тұр өзі. Ой. Бұл маған керек емес. Так, бізге мынау режим керек. Все, достар, мен бастайын деп жатырмын. Мынандай камераға түсіріп тұрған алғашқы тематический видеом. Текст ұмытып қалмасы үшін. Шашылып жатыр. Ничего, кеттік, бастадық, все. Кстати, мынау тұрған микрофон. Все, мен видеоны түсіріп біттім. Прям ерініп түсіріп біттім. Уже полкамды қайттан жөндеп қойдым. Дұрыстап. Мынақтың бәрі шашылып жатыр, ноутбукта тұр. Все, қазір мен нақты ретте болайын. Одан кейін ағылшын сабаққа дайындалу керек. Қазір 1-2 сағатта ағылшынның басталады уже. Все, достар, мен тренировкаға келдім. Үйден уже ішіп келдім. Мынандай кофточка киіп алдым бүгін. Мен тренировкаға сразу киімді келдім, просто сыртынан осы кофта кие салам, любой кеше розовый кидім деген сияқты. Вот. Адам көп сияқты, киімдерге қарасам. Жек көрем, адам көп болған. Достар, все, мен тренировкамды алғасып жатыр. 4 километр почти жүрдім. Все, мен тренировкам бітті. Мен ауыстыратын футболкамды уже киіп алдым. Кстати, вот біздің гардероб көріп тұрғандарыңыздай прям күшті емес. Вот нені қараңыздар, потолок қандай. Ну, условия не очень, но ақшасына нормально, өзінің ақшасына. Вот мен заттарым қазір киініп жатырмын. Мынандай бір вешалка бар и шкафчиктар бар. Осындай. И мына жерде айнадан, если мына жақ қазір мынандай потный болмаса, барлығы көрінеді қарамағыз тұрған домдарға. Сол жағын кішкене ойланбаған екен. Ішінде де барлық нәрселер бар, беговая дорожка бар, аяққа қолға істейтіндер бар, барлығы нормально. Және де егерде қызық болса, айына 5000 теңге, күніне 500 теңге. Бұл самый күшті баға деп ойлаймын. Алматыда просто армандауға болады бұндай баға туралы. Вот,
естіп жатсыз ба, адамдар әлі көп. Түнгі 10-ға дейін істейді, сағат 9:30 уже жабылады. Мен де үйге кеттім. Мен үйге келдім, и мына жақта шықсам, мен мына көйлекте тұратын шкаф қой. Мына көйлегімді менің 19 жасыма вроде. 19 жасыма киген көйлегімді қазір көрсетемін. Тауып алдым, тауып алғанша көріп қалдым. Мындай ұзын көйлек. Влогта көрген шығарсыздар, көрмесеңіздер көріңіздер. Мен 19 жасымның 1 жыл бұрын и менде негізі көйлектер өте көп, мойындаймын. Және де менде ана жолы бір идея келген болатын. Бір идеальный тағы 2-3 килограмм тастаған соң, осы көйлектерін барлығын киіп көріп, қалай тұратынын көріп, қосымша мотивация болатын еді. Сол сұрай дегенім, сол көйлектерді киіп көретін кезде сіздермен бірге киіп көрейін ба, влогқа түсірейін ба айтыңыздаршы. Сіздерге қызық болатын беді менің бұрынғы көйлектерімді қайтадан киіп көретін. Кстати, мен сіздерге айтуға ұмытып кетіппін ғой, мен уже 8 килограммға арықтадым. Анау марафонды бастамас бұрын 7 килограмм болатын. Уже, значит, мен марафонның уже 1 килограмм арықтадым, 9 килограмм менде қалды. 7 килограммға қосымша 9 килограмм арықтағым келеді. Так, достар, бүгінгі күнге не істегенімізді белгілейік. Кстати, достар, мен бағана тренировкаға баратын алдында макияжын сүріп тастаған болатынмын. Бағана мен көрсеткендеріне просто зарядка аз қапты да зарядтап алған болатынмын. Кейін мен тренировкада міндетті түрде бір нәрсе тыңдап жүгіремін. Бұрында мен сериалымды көретінмін. Қазір бүгінгі күнде бірінші рет мен подкаст тыңдадым. Подкаст деген типа интервью көрдім 1 миллиардердің, и просто прям жынды мотивация береткен. Лучше сондай интервьюлар көрген дұрыс екен, сондықтан да мен всегда интервью көретін боламын. Так, бүгін мен видео түсірдім. Витаминдарымды іштім, рубежкама қатыстым, бірақ семинарға қатыса алмай қалдым, рубежкаға қатыстым. Кстати, бүгін бағана айтып ағылшынның курсын болу керек те, бірақ бүгін үлгермей қалдым. Мен что-то уақытқа қарамаппын да, уақыт уже 7 болып қалыпты, менде 7-те уже басталу керек болатын. И айттым, ренжімеш деп атмен жасадық оны. Так, мынаны істедім. Вот, и қазір мен монтаж жасаймын. Сіздер көріп отқан влогты, бағана түсірген видеоны. Достар, осымен влог аяғына келді. Сіздерге осы влог ұнады, менің музыкальный істеген нәрселерім ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ботафлай. Келесі видеоларда кездескенше, всем пока.